Бұл видео сабақта біз сіздермен құжаттарды бір түрден екінші түрге түрлендіру әдістерін көрсететін боламыз. Және бұл мақала жазушы адамға бірден бір қажет құралдардың бірі. Сондықтан біз сіздерге жалпылама әдісін ғана көрсетеміз. Сіздер ары қарай өзіңіздің қажеттілігіңізге қарай олардың функцияларын толығырақ меңгере аласыздар. Әрине ондай платформалар өте көп. Солардың бірі Small PDF деп аталады. Бұл платформа өте пайдалы және өте танымал платформалардың бірі. Сондықтан осы сайтқа кіресіз, сілтемені Telegram чатқа жіберетін боламыз. Бұл жүйемен жұмыс жасамас бұрын бірінші таныс алсаңыз болады. Бұл жүйенің қандай мүмкіндіктері бар екенін толығырақ көре аласыздар. Ал мен сіздерге бұл жүйенің ақылы нұсқасы жайлы қысқаша айта кетейін. Ол үшін цены бөліміне кіресіз. Мұнда 4 түрлі негізгі тарифі бар: Pro, Group и Business. Әрқайсының бағасы сәйкесінше әртүрлі. Әрине біз бұл видеосабақта сізге яғни ақысыз тегін тарифінің қандай мүмкіндіктері бар екенін көрсететін боламыз. Ол үшін сіз мұндағы инструменты батырмасын басасыз және сізге мұндағы осы жүйенің толық мүмкіндіктері көрінеді. Мысалы, сіз бұл платформаның көмегімен құжаттарды сыға аласыз, яғни олардың көлемін кішірейте аласыз. Немесе оларды бөліп тастай аласыз, немесе бірге біріктіре аласыз. Немесе PDF-ті редакция жасауға болады, PDF-ті өзгертуге болады. Немесе оларды нөмірлеуге болады. Кейбір беттерін өшіріп тастауға болады, кейбір беттерін яғни ориентациясын өзгертуге болады. PDF-тан Word-қа айналдыруға, PDF-тан Excel-ге айналдыруға, PDF-тан презентацияға айналдыруға, PDF-тан JPEG-ге айналдыруға, немесе тура осы функцияларды керісінше, яғни Word-тан PDF-қа деген сияқты айналдыруға болады. Енді мен сіздерге бір-екі ғана функциясын көрсетейін, себебі барлық функциясын жеке көрсетуге уақыт мүмкіншілік бермейді. Мысалы, PDF-ті Word-қа айналдыру үшін сіз мұнда PDF деген батырманы басасыз және мұндағы выберите файл деген бөлімге кіріп, өзіңізге қажетті мақаланы таңдайсыз. Мысалы, біз мұндағы үздік оқушы деген мақаланы таңдаймыз және открыть батырмасын басасыз. Содан соң сіз мұндағы түрлендіру түрін таңдайсыз. Pro сізге мүмкіншілік бермейді, себебі ол ақылы. Сіз мұндағы тегін нұсқасын таңдайсыз, яғни преобразовать формат Word. И мұндағы выбрать опцию батырмасын басасыз. Сонда сізге мұнда көрсетіп тұр, яғни бесплатная задача, оставшаяся на сегодня 1. Яғни сізге бұл күн сайын 2 қызмет түрін тегін қолдануға мүмкіндік береді, әр күн сайын. И барлығы дайын болса, онда сіз мұнда скачать батырмасын басасыз. Және мұнда сізге сол құжат Word форматында жүктеледі. Сіз мұнда Word форматын ашасыз және міне осындай болып сіздің құжатыңыз ашылады. Естеріңізге сала кетейін, бұның алдында бұл құжат бізде PDF нұсқасында болған еді. Тағы бір мүмкіншілігін көрсете кетейік. Бұл да сіздерге қызық болады деген ойдамын. Бұл бізде подписать PDF деген функциясы. Ол үшін сіз подписать PDF бөліміне кіресіз, мұнда файлды таңдайсыз. Ол үшін выберите файл батырмасын басасыз және қайтадан мақаланы түрін таңдайсыз. Яғни PDF-пен тұрған мақала түрін таңдайсыз. Мысалы, ол қайтадан біздің жағдайда үздік оқушы деген мақала болсын. Енді бұл функцияның көмегімен не жасауға болады? Әдетте, сіз егерде бір мақалаға қандайда бір өзіңіздің қолтаңбаңызды қалдыру керек болсаңыз, оны сіз өзіңіз қолтаңбаңызды қойып, содан соң сіз оны сканер жасап, одан кейін бағана барып жасайтын едіңіз. Әрине бұл өте жақсы әдіс, ол кеңінен танымал әдіс, бірақ та мынандай бір әдісте бар екенін көрсеткіміз келеді. Мұнда создать подпись деген батырманы басасыз және мұнда сіз подписать, печатать, немесе выгрузить. Яғни сіз алдын ала қолыңызды қойып қойған болсаңыз, соны алып келіп орнатыласыз, мысалы, мөр таңба болған жағдайда. Немесе печать жасауға, немесе подписать етуге болады. Енді біздің жағдайымызда ол подписать, яғни рисовать, рисуй здесь деген жерге сіз өз қолтаңбаңызды қалдырасыз. Мысалы, кез келген бір қолтаңба боласасын, осындай бір қолтаңба, және мұнда создайте деген батырманы басасыз. Бірнеше секундта ол сізге осы қолыңызды дайындап береді.
және сіз осы суретті алып келіп кәдімгі PDF форматқа орната саласыз. Тура солай сіз инициалы жасасаңыз болады. Ол үшін қайтадан создать инициалы батырмасына басасыз және печать деген бөлімге келіп, мысалы мен жағдайымда O.T Омаров болады. Мен создайте батырмасын басам және мұнда тура сол секілді мұнда алып келіп орната салам. Міне осылай сіз жасай аласыз. Сонда сіздің PDF файлыңызды баспадан шығарып, оған қол орнатып, қайтадан скан жасап жүретін қажеттілік болмайды. Әрине, егер де ресми құжат болатын болса, бұлай жасауға көбінесе мүмкіншілік берілмейді. Егер де сізде жай құжаттар болса, немесе сіз қосымша қандай да бір басқа нәрселер енгізгіңіз келсе, PDF-тің үстіне осылай қиналмай жазуға болады. Міне осы секілді сіз бұл жүйенің көмегімен өте көптеген амалдар жасай аласыз. Өзіңізге қолданып көріңіз, қолыңызды үйретіңіз, және де алдағы уақытта әрдайым қолданып жүреді деген ойдамыз. Сіздерге видео ұнады деген ойдамыз. Егер де сұрақтарыңыз болса, Telegram чатына қалдырсаңыздар болады. Біз қуана жауап беретін боламыз. Олай болса, келесі сабақта кездескенше.